Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Қытай сайты Pinduoduo сайтынан алған киімдермен распаковка жасайтын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, бағалап кетіңіздер. Достар, сіздер де мен сияқты жақсы сападағы киімдерді алғыларыңыз келсе, менің YouTube каналымда осы Pinduoduo курсының Otido сабақтары түсіндірілген. Қарап алсаңыздар болады. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге кеңесім, негізінде осы Pinduoduo сайтынан қатты арзан киімдерді алмаңыздар. Себебі арзанның сорпасы татымас деген сөз бар. Қаншалықты киіміңіз арзан болса, соншалықты киім одноразовый болып келеді. Лучше қатты қымбат емес, қатты арзан емес, орта бағадағы киімдерді алыңыздар. Себебі қаншалықты киіміңіздің бағасы қымбаттау болса, соншалықты киіміңіз качествосы жақсы, яғни сапасы жақсы, әдемі болып келеді. Видеода көрсетілген киімнің барлығы өзіме арналады. Бұл киімдердің бағасы қатты арзан да емес, қымбат та емес, қолжетімді бағада. Достар, сіздерге жақсы сападағы киімдер алуға 3 лайфхак айтқым келіп тұр. Бірінші лайфхак ол живой фото отзывтар, яғни Pinduoduo сайтындағы киімдерді алған адамдардың осы комментарий бөліміне жіберген живой фото отзывтар, яғни тірі суреттер дейді ғой. Сол. Екінші орында ол комментарий бөліміндегі адамдардың пікірлері, яғни адамдар жақсы пікірде киімге отзыв айтып жатса, ол демек киімнің жақсы сапада екенін білдіреді. Үшінші лайфхак ол суреттің астындағы значоктағы белгілер, соларға мән беріңіздер. Флагманский болса, бренд, магазин болса, товардың 100% оригинал екеніне сондай значоктар болатын болса, ол киімнің жақсы сапада екендігі білдіреді. Достар, менің YouTube каналымда осы Pinduoduo сайтынан қандай жақсы сапада киімдер алу керектігі жайлы, размерді қалай дұрыс таңдаймыз, және де скидка, акцияларды қалай пайдаланамыз, корзинадағы товарларды общий қылып қалай аламыз, соның барлығы Otиdo түсіндірілген. Сіздер де сол сабақтарды басынан аяғына дейін қарап түсініп алсаңыздар, сіздердің осы Pinduoduo сайтының эксперті болуларыңызға кепілдік беремін. Мен барлығын каждый деталін түсіндіргенмін. Негізінде өзім Pinduoduo сайтын курсын сатып алғанмын, яғни осы Pinduoduo эксперттерінен. Сол сатып алған білімді адамдарға барынша пайдалы болу үшін сіздерге тегін YouTube каналыма салдым. Сіздерден бар болғаны қолдау ретінде менің YouTube каналыма тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Менің YouTube каналымда тек қана киімдер, осы Қытай сайттар ғана емес, одан бөлек түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің, торт, пирогтардың және де фастфудтардың барлығының рецепттері бар. Сіздерге тек қана осы Pinduoduo сайт емес, осы түрлі тағамдардың рецепттерімен бөліскенмін. Достар, сіздер де Pinduoduo сайтынан киімдер алған болсаңыздар, бірақ та олардың сапалары нашар болып келіп жатса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Яғни сіздерде қандай осы сайт жайлы қиындықтар болып жатыр, мен сіздерге қолымнан келгенше барынша көмектесемін. Pinduoduo сайтынан алған киімдерімнің арасынан қатты ұнаған футболка осы ақ футболка болатын. Бұл футболканың сапасы өте жақсы, және де денеге де жағымды материалда. Одан кейін базарда, осы өзіміздің Қазақстандағы базарларда, мына рубашканың бағалары Pinduoduo сайтынан қарағанда 2-3 есе қымбат, яғни бағасы удай. Мысалға, Pinduoduo сайтында 5000 теңге тұратын рубашка Қазақстанда базарларда 15.000 теңгенің көлемінде, яғни 8000 теңгеден басталып 15.000 теңгеге дейін барады. Ал мына Louis Vuittonның поделка сумкасы, бұны мен 12.000 теңгеге алдым. Іші прям качествосы мықты сападағы сумка. Бұл сумканы мен базарда 15.000 теңгеге, торговый центрдан 20.000 теңгеге көрген болатынмын. Іші өте жақсы, кемінде 3-4 жыл ұстайсыз деп ойлаймын. Бұл сумканы мұғалімдер, студенттер, жоғарғы сынып оқушылар ұстаса әдемі көрінеді, және де бұл сумка ноутбук сағынға да ыңғайлы. Қараңыздар, өздеріңіз видеода көргенде сапасы өте керемет. Достар, арнайы сіздер үшін Pinduoduo сайтынан алған киімдерімді үстіме киіп,
қалай тұратынын барлығын көрсетіп жатырмын. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Негізінде мынандай сөз бар ғой, ана бала туса да мінезін тумайды дейді ғой. Соған сәйкес әр адамның вкусы әртүрлі. Дегім келіп тұр, енді менің вкусыма баға бере кетіңіздер. Қалай киімдерім жарасып тұр ма? Егер де жараспай тұрса, оны да айта кетіңіздер.